Саламатсыздар ма 2 сынып оқушылары? Бүгін дүниетанудан 10 және 11 сабақтар аралығын орындайтын боламыз. 10 сабақ біздің мектеп. Мектепте кімдер жұмыс істейтінін және олардың еңбектерінің маңызын білесің. Өз мектебің туралы айтуды үйренесің. Суреттерге қара, қайсысын мектеп деп айтуға болады? Қандай суреттер мектепке ұқсамайды? Өз таңдауыңды түсіндір. Бірінші суретте бізде мектеп емес, балалар. Бұл қандай да бір ғимарат екен. Ал екінші суретте мектеп. Үшінші суретте мектептің ішін көрсетіпті, Мектептің ішінде оқушылар жүр, сөрелерде кітаптар тұр екен. Ал төртінші суретте балалар, бұл үлкен биік ғимарат, яғни адамдар тұратын үй екен. Мектеп біздің екінші үйіміз. Балалар білім алу үшін мектепке барады. Мектептен білім алып қана қоймай, ерік-жігер мен рухани тәрбие алады екен. Балалар өздерің мектептерің қандай екен туралы ұстаздарыңа әңгімелеп беріңдер. Мектеп оқушыларға қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстауды, құрдастарымен қарым-қатынас орнатуды үйретеді. Өмірде өз жолын табуға көмектеседі. Енді сондай бір мектепке шолу жасап көрейік. Мектеп оқушылардың білім алатын оқу орны, ондағы сынып бөлмелері кең әрі жарық болады. Суретке қараңдар. Спорт зал, кітапхана, асхана, дәрігер бөлмесінің қайда орналасқанын біліңдер. Бөлмелерде қандай белгілеріне қарап анықтадыңдар. Суреттегі мектепті өз мектептерімен салыстырыңдар. Балалар, суреттегі мектеп сендердің мектептеріңе ұқсайды ма? Сендердің мектептеріңде асхананың сыртында асхана есігінде, ал спорт залдың сыртында зал деп жазылып тұрады, Жарайсыңдар. Мектептегі негізгі тұлға ол мұғалім. Ол оқушыларға білім береді, оларды ізденуге үйретіп тәрбиелейді. Мектепте тағы қандай мамандық иелері жұмыс істейді, олар қандай қызмет атқарады? Мектепте бізде дәрігер қызмет атқарады, олар оқушының денсаулығын бақылайды. Және де спорт мұғалімі жұмыс жасайды екен. Және де аспазшы, ол оқушылардың дұрыс ас ішуін бақылайды екен. Жарайсыңдар балалар. Төмендегі оқушылардың жауабын талдап көріңдер. Дұрыс деп санаған жауаптарыңды белгілеңдер, себебін түсіндіріңдер. Дәурен: мен мектепке анамның мәжбүрлеуімен ғана амалсыздан барамын. Егер өз еркіме қойса бармас едім, деді. Балалар, бұл дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Мектепке өзің үшін және оқу үшін, білім алу үшін бару керек. Айжан: менің мектепте оқып білім алғым келеді. Мектепке бармасам да оқитын едім, деді. Айжандікі дұрыс. Келесі Серік: менің мектепке бару себебім, онда көп балалар бар. Сондықтан онда көңілді, олармен ойын ойнауға да болады, дейді. Бұл да бір жағынан дұрыс екен, балалар. Ержан: менің мектепке баратын себебім, үлкен болғым келеді. Мен мектепте өзімді үлкен сезінемін, ал мектепке барғанға дейін кішкентай болғанмын, деді. Келесі Берік: менің мектепке бару себебім, білім алуым керек. Білімсіз еш нәрсеге қол жеткізе алмайсың. Білім алған соң кім болатыныңды білесің, деді. Берік ең дұрыс жауапты айтыпты, балалар. Риза: мен мектепке барып үнемі 5-тік бағаға оқығым келеді, дейді. Жарайсыңдар. Келесі 11 сабақ мектеп ережелері. Мектеп ережелерін есіңе түсіресің. Сыныптастарының тәртібін өзіңмен салыстыруды үйренесің. Адамның іс-әрекеті айналасындағыларға қалай әсер ететінін білесің. Ақмарал: сені қоршаған ортаның өз тәртібі болады. Оның соған сәйкес өзіндік ережелері де бар. Мектеп қоғамдық орын. Үлкендер де, оқушылар да мектептегі ережелерді сақтай білуі керек. Арман: мектепте, сыныпта, үзілісте, асханада, кітапханада, спорт залда сақталатын ережелерді есіңе түсіріп ата, дейді. Ақмарал: мектеп ережелерін біліп қана қоймай, оны сақтау керек. Мектептің ішінде қатты жүгіріп жүрмеу керек, және де қатты дауыспен сөйлемеу керек. Суреттерге қараңдар, оқушылар қандай негізгі ережелерді есте сақтауы керек. Партада отыр, оқушылар, балалар. Партада түзу отыр деген ережені сақтауы керек. Бұл ереже әрбір сыныпта ілініп тұрады, балалар. Сондықтан партада түзу отыруымыз керек. Егер мына суреттегідей қисық отыратын болсақ, онда кейінде біздің
денеміз қисайып өзімізге зиян болады екен. Енді Асқар таңғы асқа барғанда, сабақ аяқталғанда үнемі алда жүргенді ұнатады. Кезекте тұрған балаларды итеріп алдыға шығады. Ол өзінің орны сол жерде екенін айғайлап айтады. Онымен ешкім дауласқысы келмейді. Себебі ол күшті, қол жұмсап, кез келгенді ұрып жібереді. Енді ойланып жауап берейік. Асқардың істеп жатқаны дұрыс па, балалар? Әрине дұрыс емес. Өзіңнің күшіңді пайдаланып, басқаларға қол жұмсауға болмайды, мектепте айқайлауға болмайды, және де кезекте тұрған балалардың кезегін бұзуға болмайды екен. Екінші, балалар асханада таңғы ас ішіп отыр. Олжас нанды алып дөңгелете бастады. Оны байқатпай самалға лақтырды. Оның дөңгелеген наны самалдың көзіне тиді. Ол айқайлап жылап жіберді. Олжастың асханадағы іс-қимылын не деп айтуға болады? Бұл тәртіпсіздік деп айтуға болады, себебі нанмен ойнауға болмайды. Үшінші, екінші сыныптың оқушылары түгел асханаға келді. Олар ас алдында қолдарын жууға тұрды. Бір оқушы қолын жумай асханаға өтті. Мұғалім: «Әли, сен неге қолыңды жумадың?» деді. «Мен қолымды тамаққа отырарда жумаймын», деді Әли. «Неге?» деп сұрады мұғалім. «Не үшін жуамын? Ол бәрібір кірлейді ғой», деп жауап қатты Әли. «Әли дұрыс жасады ма? Оған қандай ақыл кеңес берер едің?» Балалар, Әлиге қолыңды жуу керек деу керек. Егер қолын жумаса, оның қолындағы көзге көрінбейтін бактериялар оның тамағына түсіп, ішіне барады. Одан соң оның ішін ауыртады. Сондықтан Әлиге осыны жақсылап түсіндіріп, оның қол тамақ жер алдында міндетті түрде қол жууын бақылау керек. Жарайсыңдар, балалар. Келесі өзіңді тексер сұрақтарына жауап берейік. Бірінші, оқушы мектепке келген кезде ең бірінші не істеу керек? Бірден сыныпқа кіреді. Сырт киімін шешіп, аяқ киімін ауыстырады. Бірден асханаға барады. Бірден сыныпқа кіру керек, балалар, сабақ өту үшін. Екінші, қандай затты мектепке алып келуге болмайды? Қауіпті заттар, ойыншықтар және оқулықтар. Оқулықтарды мектепке алып келуге болады. Ойыншықтарды да болады. Қауіпті заттарды мектепке алып келуге болмайды. Қандай белгі сабақтың басталғанын білдіреді? Қоңырау, қоңыраулы сағат. Әрине, қоңырау сабақтың басталғанын білдіреді. Келесі, сабаққа кіруге қоңырау соғылғанда оқушы не істеуі керек? Сыныпқа кіріп, мұғалімнің келуін күтеді. Басқа оқушылармен әңгімелеседі. Өз білімін тексереді. Сыныпқа кіріп, мұғалімнің келуін күтеміз, Мұғалім сыныпқа кірген кезде оқушы не істеуі керек? Орнынан тұрады, достарынан сұрақ қояды, сыныптан шығады. Әрине, мұғалім сыныпқа кірген кезде амандасамыз, орнымыздан тұрып. Жарайсыңдар, балалар. Сау болыңдар.